Бекет ата қазақ халқының тарихындағы ең құрметті әулиелердің бірі. Ол ілім мен иманның символы, халықтың рухани тірегі. 18 ғасырда өмір сүрген Бекет Мырзағұлұлы ғұлама, сәулетші әрі сопы болған. Ол Маңғыстаудың 4 жерінде жерасты мешіттерін салдырған. Бекет ата қазіргі Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының маңында дүниеге келген. Әкесі Мырзағұл ел ішінде беделді, әділ адам болған. Бекет бала кезінен зерек, білімге құмар болып өседі. Ол ауыл молдасынан алғашқы сауатын ашып, кейін білімін тереңдету мақсатында Хиуа қаласына барады. Хиуадағы атақты Шерғазы хан медресесінде оқып, дін, астрономия, геометрия, математика, философия және тарих ғылымдарын меңгереді. Білімін алған соң туған жеріне оралып, өз халқына қызмет етуге бел буады. Бекет ата 4 жерде мешіт салдырған. Біріншісі Оғланды, ең әйгілі жерасты мешіті, қазір зиярат орны. Екіншісі Бейнеу мешіті, ал үшіншісі Ақмешіт және соңғысы Жем бойындағы мешіті. Бүгінде мыңдаған адам Бекет атаға зиярат етіп, оның рухына Құран бағыштайды. Ата мешіті тек сәулет емес, рухани тазару орнына айналған. Аңыздарда Бекет ата бір сәтте бірнеше жерге көрінген, су тартқан, науқас адамдарға шипа берген дейді. Ол халқына адал қызмет еткен әулие. Бұл мешіттер тек ғибадат орны емес, сонымен бірге халық жиналып, білім алған, кеңес құрған рухани орталықтар болған. Мешіттердің жерасты қуыстарында ерекше тыныштық сезіледі. Бекет атаның айтқан өсиеттері мен даналық сөздері бүгінге дейін ел аузында сақталған. Ол дінді тек рәсім ретінде емес, адамгершілік жолы ретінде дәріптеген. Халық оны Маңғыстаудың пірі деп ерекше құрметтеген, себебі ол қиын сәттерде халыққа медет, рухани демеу болған. Бекет ата қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған ұлы тұлға. Оның өмір жолы имандылық пен қайырымдылықтың үлгісі. Ол салған мешіттер бүгінгі күнде де маңызын жойған жоқ.